Қазақ деген халықтың баласымын, баласына беретін барасылын. Менің көрші қиналып інісінің, тілін алып өсетін ағасының. Қазақ деген халықтың баласымын, жағасынан алмайтын данасының, айтқанынан шықпайтын әкесінің, бір сөзінде шықпайтын анасының. Қазақ деген халықтың баласымын, алда талай алынар барасуым. Арман жолым, жүрерім бақыт жолы, мүмкін емес сол жолда адасуым. Қазақ деген халықтың баласымын, алда талай алынар барасуым. Арман жолым, жүрерім бақыт жолы, мүмкін емес сол жолда. Ал енді құрметті достар, құрметті әлеуметтік желіні пайдаланушылар, біздер бүгін қазір Бөрлі колледжіндеміз. Осы ұжымды, осы білім ордасында білім алып жатқан жастарды, жалпы осы бөрліліктерді шын жүрегімнен республика күні айтулы мерекемізбен құттықтаймын. Алла тағала баршаңызға береке берсін. Ең бастысы елдің амандығы, жұрттың тыныштығы дейді ғой. Білім алып жатқан әрбір ұрпақ сол білімді жетілдіріп, болашақта елдің игілігіне пайдаланатындай үлкен мүмкіндіктер болсын деген тілек айтамын. Аман болайық. Алда талай алынар барасуым, арман жолым жүрерім. Бөрлі колледжінің студенттері мен ұстаздарын алда келе жатқан мемлекеттік мерекеміз республика күнімен қызу құттықтаймын. Сіздердің барлығыңызға мықты денсаулық, еліміздің өсіп өркендеу жолындағы еңбектеріңізге табыс тілеймін.